Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айданка Серікбаева. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді және әдемі көрінетін қырым пақлавасын дайындайтын боламыз. Олай болса, таза ыдысқа 2 жұмыртқа, ерітілген сары май және де суымызды құйып, қаттырақ етіп қамыр илейтін боламыз. Онды міндетті түрде осындай електен өткізген дұрыс. Бірінші осындай лопата немесе қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін барып қолмен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз мүмкіндігінше қаттырақ болғаны дұрыс. Дайын болған қамырымызды мешокқа салып, жарты сағат, 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырдың июі қануы қажет. Және ол аралықта қамырды бірнеше рет қайтару қажет. Міне қамырымыздың июі әдем болып қанды. Енді осыны 2-ге бөліп, қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды өте жұқа етіп жаятын боламыз. Қамырымызды жайып болған соң шет-шетіне кәдімгі қара суды алып жағып шығамыз. Қазір біз қамырды ораған кезде шет-шеті жабысуы үшін. Дәл видеодағыдай етіп, әдемілеп орап шығасыздар. Видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Және де колокольчикті басып, каналға тіркелуді де ұмытпаңыз. Қамырды орап болғаннан кейін, жіңішке бөліктерге осылай бөліп шығамыз. Және де арасы осылай әдемі болып ашылып тұруы қажет. Жабыспай қалған жерлері болса, аздап қолымызбен суды алып, жабыстыратын боламыз. Барлығын кесіп дайындап болған соң, табаға күнбағыс майын құйып, жақсылап қыздырып, екі бетін қызартып, қуырып аламыз. Барлығын қуырып болғаннан кейін, бөлек бір ыдысқа осылай суды қайнатып, оның үстіне қант саламыз. Мен қажетті мөлшердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Қант және де лимон қышқылын аздап саламыз. Өз қалауларыңыз бойынша 1-2 қасық мед салсаңыздар да болады. Қантты салып болғаннан кейін осылай үздіксіз араластырып тұрамыз. Осылай араластыра отырып, қантымыз біркелкі болып осылай еріп, әдемі сироп пайда болған кезде, жаңағы біз дайындап алған пақлаваларымызды екі бетін тез-тез аударып, осы сиропқа салып аламыз. Дайын болған пақлаваның үстіне кез келген жаңағы орехтарды осылай майдалап сепсеңіздер болады, немесе тек қана қант ұнтағымен әсемдесеңіздер де болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.